Sen mağamazsın, sen mağamazsın. Oo, astagfirullah, kumaş ey. Bağırları. Bota, jür sözün ol. Клубникасын періп келе жатыр ғой. Абайды. Что-то қорқып тұрмын. Боди, сен маған керексің. No, жануар. Таза жексің. Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. В общем, балайына кетіп бара жатырмыз. Сен білмейсің бе, типа? Жоқ, білмеймін ғой, мысалы сен Қытайға кетіп бара жатқанын мен қайдан білемін? Содан бота настрой қалай? Ұйқым келіп тұр, целый день ұйықтамадым. Мен күндіз ұйықтамайды ғой адам. Қазір кішкене күте тұрмындаршы. Регистрация Мен Олжасханның ютубында жүрмін. ютубқа тіркеліп 500 мың подписчикқа жеткізсек. Көріп жатсыңдар ма достар, Қытайдың туризмін дамытып жатқан адамдар. Қазақстанда неғып Турцияға бармайсыңдар? Қытай баяғыда дамып кеткен ол. Қай достар, әдемі болып тұр ма? Скоро мен де үйленемін, мен де бақытты боламын. Сендерге осы видео, осы YouTube каналда сендерге бір намек тастаймын. Ақи, сен күтіп аласың ба бізді? Иә. Сөз бересің ба? Сөз беремін. Жігітше. Қай жерге келесіңдер бірақ? А? Қай жерге келесіңдер? Айтып. Астанаға түсеміз ғой. Болды. Болды. Бірақ қай күні түсесіңдер? Айтамыз ғой. Болды, күтемін. Болды. Дәл осылай Күтіп күтіп алмасаң? аласың. Шапқан ғана қауысатын шығар. Болды. Бұлар ерлі зайыптылар ғой. Зайыпты ерлер. Балай қалай өтеді екен? Бірінші рет болайын деп тұр бауырым. Айтпақ сендер балайына баратсыңдар ма? Иә. Ба. Мен де барайын, Бека жоқ плюс қасында. Сізді Қытайда ма, братан? Қытайға барасыз ба? Қытай чо? Сол, Ақи, басты митцель. Можно, пожалуйста, сфоткаться с вами? Почему? Можно сфоткаться? Со мной? Да. Давайте. А вы меня знаете, что ли? Да. Как меня зовут? Честно, не помню. Ай, Спасибо. красавчик, давай, удачи. Куда летишь? В Баку. Красавчик. Баку. Баку деген қай жақ ол? Ана Азербайжан. В общем, осылай, бауырлар, тамырлар. Новый камераның качествосы қалай екен? Тема. Ма, ұнады. Бұйырса мен де аламын. Кетті, осы жерде біз кіре алмаймыз ба? Что, давайте. Әпке кірсек бола ма? Қоштасқым келіп. Қоштасқым келіп тұр, дос бала еді просто. Достойын бала ғой, қоштасу бастайды бала. Это документ әкелі. Вот әкел. Мына жерін документпен былай басып өте берейік па? Или сізге тексер. Пиндодадан бірдеңе заказ берейін деп жатсыздар ма? Как раз әкеледі. Как раз әкеліп береді сіздерге. Күшті қыз екенсіз. Әдемі екенсіз. Шешініп жатқан ше мазға. Давай. Әдемі екенсіз. Сонда да кірмейін ба? Онда ойнамайды. Мал. Жасаптаңыз. Отписка жасаптаңыз. Қайсы? Отписка істепсаңыз. Ақи, мазға давай. Күтіп ал бізді. Күшті қыз екенсіз. Сонда да кірмейін ба? Давайте. Келем ала қаласа 10 күннен кейін. Бұл естелікке ғой бұның бәрі. Давай, родной. Ала қаласа көріскенше. В общем, біз қазір Қытайға келдік. Гуанчжоу қаласына. И біздің гостиница күніне қанша теңге? 50 мың. В общем, все сборы, қазір мен сендерге таныстырып кетейін. Бота. Райс Даймонд. Меня зовут Адылжан. В общем, танысып шыққан шығарсыңдар. Осы кісілермен біздің демалыс өтетін болады. Өте қызықты болады деген ойдамыз. Біз кеттік, орналастық. Комнатамызды көрейік жүріңдер. Қалай Ботан анышы? Күшті. Мен алдыңғы жылы Гуанчжоуға келгенде болған, осының ішінде болған, бірақ орналаспағам ішіне. Қазір комнаталарымызды көреміз. Кімге қандай комната түсті екен? Мұнан қарандар үшін. Мұнан іші күшті екен. Планета болып отыр натуре. Біздің комнатамыздың іші осындай. Екеуміз отдельно жатады екенбіз. Все равно қосып аламыз. Біздің туалеттің ішін қарандар. Туалеттің түрін қарандар. Уйвайте! Мұнан қарандар, мынандай душ бар екен. Тамақ ішіп алуға шықтық. Погода кайф болып тұр. Біз әдейі осындай жаққа келіп тоқталдық, потому что бұл жақта біз жейтін тамақтар бар да. Бұл жақта көбінесе қазақтар жүреді, жаңағыдай карго. В общем, барлық байырлардың бәрі осы жақта. Қазақша, турецкий, өзбекский кухня да осы жақта. Сендер біз андай жайский отель алды деп андай ойламаңдар. Біз 2-3 күннен кейін көресіңдер қайда баратынымызды. Так что үзбей, айналдырмай көріңдер. Базар жоқ. Мынау короче, бізде копченый балық болса, мынау жылан жей ма сонда бұны? Аллергия, анау-мынаудан емдейдік. А мынау не? Деңіз шыққан, деңіз қолы сияқты. Беканы алып келу керек еді. Өзбекше білмеймін мен просто. Бека бауырымыз бар ғой. Өзбек тілі, ана тілі Беканың. Мен сен додамы, қарамы? Гуанчжоуда ауа райы кайф. Не суық емес, не ыстық емес. Тема болып тұр, иә? Шортимен жүр ғой жүзен. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Біз бір ұйықтап тұрдық. Қалайсыңдар? Адушы ұйықтап алдық. Мына планета деген. Жаңа мен мына жерде тұрып шомылдым. Бір капсуланың ішінде шомылғандай болады екенсің, тура. Пап, ертең ала қаласа ана жаққа жеткеннен кейін сізге әдемі фото видеолар жібереміз. Іштеріңізді күйдіріп. Біз кетіп барамыз, короче, пап, хабарласамыз, давайте.
Қайда кетіп барасыңдар? Біз кетіп барамыз, пап. Хабарласамыз, давайте. Біз базарға кетіп баратырмыз. Күндіз бе ол жақта? Қараңғы ма? Бізде ма? Қазір күн жарқырап тұр ғой. Күн шығып, нұрланып. Күн батып кетті ғой. Ойбай, папан, ұмыт кетіпсің ғой мына жақта. Ойбай, мен сізге мына камерадан сөйлесіп отырмын деп ойлап қалдым ғой. Доброе утро, қазақ елі. Доброе утро. Салам алейкум. Қалайсыздар? Біз қайда кетіп барамыз? Мына фокусник братанды қараңдар. Ресепшнда тұратын жігіттің түрі осы. Қайда барамыз, Риза? Шашлык жеуге барамыз. Тамақ жеуге барамыз ба? Короче, шашлык жеуге барады екенбіз қазір. Көрсетеміз ба қай жерден жеу керек екенін? Давай. Қытайда Гуанчжоуға келсеңдер, қай жерде шашлык жеуді қазір көресіңдер. Содан кейін ночной базарға барамыз. Көріңіздер. Күшті анда киімдер барлығы. Соның барлығын көрсетеміз сіздерге. Жаяу барамыз, а? Жоқ, таксимен барам. Таксимен? Қыларың адына ма? Жоқ, не. Қазір жаңа капец тарсылдатты ғой. Мен былай дүкс дедім ғой, короче. Осы 5 адамның ішінде Риза ғана тіл біледі. Қайда Риза? Қашып барады? 喂，师傅你好，要去那个广州大道，单双木5个人，可以吧？没问题吧？好吧。 Ойбай. Компонкин чака. Бота сен бір екі сөз айтшы қытайша. Айни. Мен сені жақсы көремін. Деп жатыр маған. Енді түнгі Қытайдың вайбын сезініңдер, кеттік ал. Мына есік ашық тұрғанға дейін күтіп тұр ғой бізді мысалы. Сабырлы екен базар жоқ. Біздікілер болсайды. Мына точно халяльный жер ма? Мынандай жерге келіңдер Қытайға келіп жатсаңдар Гуанчжоуда. Аты қандай? Синьцзян Шанхо. Бұл немене еті? Мынау қойдың? Иісі қандай жағымсыз? Брат, қазір дәмін көресің ғой, шоке боласың. Шығармайтындар жоқ мыналардың. Очень вкусно. Но не, чечел ма? Жоқ, бұл грибы, еноки. Короче, өздерің таңдайды екенсіңдер мына жерде. Сосын ана кісіге бересіңдер и пісіріп береді. Мына не еті? Кукуруза бар екен, креветки, балық, қойдың еті, тауықтың еті. Болса халал. Халал емес? Ескертіп жатыр, халал емес деп, базар жоқ. Тауық емес па не? Болса бұйян. Бұйян, шаңды бұйян. Не деп жатыр? Өздері Аллах Акбар деп кескен жоқ, короче, баранинаны Аллах Акбар деп кесті, анау кескен жоқ. Анау магазинный. Базар жоқ. Короче, мына жерде пісіреді екен. Обычный ағаштарға тығып тастаған ғой, короче. Содан қазір пісіріп береді бізге. Біз таңдап бердік. Тегін реклама, если что. Мынаны қараңдар столды. Мынау капец күшті екен маған, мынау қатты ұнады. Грибы, Пиноккио. Нокия. Пиноккио. Баклажан бағанағы. Үш баклажанымыздың түрі мынандай болады екен. Шашлыктардың түрі мынандай болады екен. Ана нан вообще потолок қой анау нан. Бота креветкидің көтін айырып жатыр. Мына жер, короче, чисто малдар жейтін тамақтар сияқты. Шөп міне. В общем, советуем келіңдер мына жерге. Сен ас болсын. Біз адучи тамақ шалайық. Ночной базарға барамыз. Біз ночной базарға келдік. Қазақша өлең ойнап тұр ғой мына жерде. Қазақсыз баға? Ұйғыр. Ұйғыр. Қазақтың өлеңі ғой, Сен мағамассың деген өлең ойнап тұр ғой, короче. Ұйғырмын деді, ұйғыр. Ұйғыр қазақ бір туған. Ночной рынокта болған жоқпын мен. Қанша рет Қытайға келсем де бір рет кеттім ғой, бірақ. Ночной рынок осындай болады екен. Мына ішінде сонда люкс качество ма? Иә, брендтан бәрі. Ночной рынок деген осы. Сағат кешкі 11-ден таңғы 6-ға дейін жұмыс жасайды. Күндіз вообще істемейді. Мына аяқ киімді қарашы бота. Қозы. Міне мына кроссовкалар күшті ғой. Мыналар күшті самый. Симба ма еді қалай еді? Самбо ма? Мына ботадан қарашы мынаны. Мультфильмдарды аппақ не созып алады, киіп алатын болады ғой. Мына кроссовка қандай күшті. 22 000 теңге ма? Ема арзан ғой. Боба еді ғой мынандай. Капец классно. Чиго деп сұрайды екен ғой. Чиго. Қанша? Чиго. Немене мынау? Непонятно. Бота өз магазиннан мынандай алғысы келіп жатыр. Міне мынандай кроссовкалар алып алшы. Жеңіл, кайф, удобный кроссовкалар мынау. Мен мынандай алып алсам, Риза өзіме. Қазір алып аламын шыққансын. Та жүнде кеттік. Дальше кеттік жүнде. Мынандай аяқ киімдерді көріп педіңдер өмірлерінде. Мен аяқ киім жанына қойын ба? Қараңдар. Мына кімнің аяғы? Короче, тағы Қазақстанның өлеңі. Сен маған ауа. Адам натуре өлеңді четко күшті көтіп отыр ғой. Потолок. Кешірім сұрайым. Кеше тамақ ішіп ночной базарға барайын деп жатқан кезде GoPro'мыз өшіп қалады. Келесі күн біз уже тұрдық. Мынау отельдің іші міне, қараңдар. Іші натуре бір андай. Космический корабльдің ішінде жүрген сияқтымыз. Базар жоқ. Антисептик па? Жаным. Нұрлы жүзді апай ғой. Мен натуре басым істемейді екен ғой. Сендерге айтпай отырмын ғой, қайда баратынымызды. Бірақ мен оны TikTokқа, Instagramға салып тастайды екенмін ғой по-любому. Кешеден бері жасырып жүрмін ғой, сендер білмейсіңдер біз қайда баратынымыз деп. В общем, біз Балиға барамыз, иншалла. Сразу айтып салайыншы. Жоқ, бәсе ойлап қойдым, мен қазір по-любому TikTokқа салып қойсам, Instagramға салып қойсам, по-любому білесіңдер ғой оны. Сәлем, бас істемей қалды, ренжімеңдер. Қытайға біздің келген себебіміз Ботаның магазинына товарды алып кетуге, тапсырыс беріп кетуге, яғни закуп жасауға. Ал сосын екеуміз балайына қыдырып баратырмыз.
өйткені үйленгелі ешқайда барған жоқпыз. Балайына біз Балиға кеттік. Меккеге бардық енді, ол бірінші парыз болғаннан кейін бардық та. Балида күшті болады деп ойлаймын енді өз басым. Енді ұлдар жоқ жанында, балалар қуып жүретін ше. Сонда да қызықты қылдыруға тырысамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Барлығы сіздер үшін. Обоюдно. Көрсетшіген сау-сау. Не мұнау? Не? Не мұнау? Мұндай саусақ бар ма үшін адамзатта? Біздің жанымызда Дүйсен ғана тұрды ұйқыдан. Риза мен Адылжан аға базарға кетіп қалды. Базардан келіп тамақ ішіп отырмыз. Қазір точно қайда баратынымыз білмей тұрмыз, в общем бөлісетін боламыз. Балиға барғым келіп жатыр тез-тез. Жұмыстарын бәрін тез бітіріп Балиға. В общем, үзбей көріңдерсе, и бұл ютубқа не мақсатта салынып жатыр? Тек естелік үшін. Ертең балаларымызға көрсеміз бұйыртса, иншалла. Клубникасын түрін қараңдарса, дәу ғой. Қанша? 40 юань. Фруктылары күшті екен. Манго? Манго 15 块. Ота манго бар екен, алайын ба? Ням-ням, вон, ням-ням. Ням-ням дегем ше. Жек көр. Аш көр. Не, чай мускат. Бізде Қазақстанда хит болып отыр, чай мускат. Мына жек көрген мына Таиландта да күшті мына дәмі. Кислый болады я сәл. Тәп-тәпті. Тәп-тәп ма? Клубника алайын ба, клубниканы? Дамын көрейге. Но не? Алмам. Қытайда, в общем, ағылшын никанайт никак. Вообще оларға ағылшынша сөйлесем түсінбейді. Мен бір ағылшынша бір мықты білетін адам ұқсап айтып отыр. Қаңғыранда қалай салып беріп жатыр. Мыжылып қалмас үшін. Молодцы. Еще жүрек қып істеп берген ғой. Окей, one. Ота, неме? Өлдім ба? Не болды сонша жеп? Не ұрлаватсың, не? Не ұрлаватсың? Кішкентай мандарин алып отыр. Ой, сразу черту керек па? Я хочу попробовать. Хорошо, сразу. Аузу, слекиш. Маржан. Мына клубникалар патология екен. Thank you. Бамбук ба? Бамбук? Кунг-фу панда есіме түседі Это осында. тростики ма? Жоқ, бамбук қой, бамбук. Немесе деген осылар осында. Бай-бай. Көшесін қараңдар, қорқынышты я. Дворларын. Ё-моё. Қорқынышты я. Шиномонтаж. Жоқ, дворларын. Түрме сияқты. Вообще, чтобы завоевать всех, мне кажется, специально не разговаривают на английском. Қой. Бәрі тілінде сөйлесіңдер. Дұрыс қой, олар өзге тілдің бәрін білмейді, өз тілдерін құрметтейді. Ал бізде өзге тілдің бәрін біледі, бірақ өз тілімізді құрметтемейміз. Ассаламу-алейкум. Мынау жұмыртқа ішінде балапандар андай. Мана шошқа? Шошқа не ма? Не мынау? 15 юан дейді. Немен құйрығы деп ойлайсыңдар анау. Мына дальше дым жоқ. Ана жақ көше болып кетеді, көтіміз айыр жүреді біреулер. Ой, қорқпаның жақта безопасно. Қойшы, бар шығар небір жындылар. Қазақстанда вот опасно. Неге? Енді бізде криминальный райондар бар ғой, шешіндіріп кететін, там пышақлап кететін. Бұл жақта заң қатал ғой. Қорқама бәрі? Иә. Любой адам спокойно жүре береді, қорықпай ештеңеден. Иностранец болсын. Бұл жерде любой жерде камера, иә? Тау бола ма смело? Бүкіл жер камера ғой. Міне алдында тұр. Бота, жүрші өзің ол клубникасын періп келе жатыр ғой. Бота, сен отельге жеткенше қалдыр. Мына видеодан анандай естендірші. Бота кор деп. Чисто ботаның күлген моменттарын ше андай. Мен де сон ойлап келе жатқанмын, сен ойымды оқисың ба? На одно целое мы неделимый. Әй, кішкентайлар көрермендер. Біз айналып кеттік қой, былай кете берейік па қайттан. Мына жаққа шығып алып бұлап фук. Барбершоп емес па мынау? Шаш алатын жер. Барбершоптарда осындай еді ғой. Білесің ғой, короче, давай. Алып зайксың, шашын жүр. Жүр. Жоқ, сен алғысың. Сен бір шалшы. Жоқ, сенікін көрейік. Хала. Кендоба. Фу. Окей? How much? 40. 4. 40. Сышы деген. 40, по-моему, или. 40. Дөй. Алайын ба? Что-то қорқып тұрмын. Дерзкий барбершоп, ну. Малсың ба? Шашынды алғызайын деп отырмын, короче. Қорқып тұрмын, бірақ ше. Ертең Балиға барған кезде мал болып тұрмай ма шашымды? Жан, алғандарын қарасайшы. Қорқып тұрмын. Жан, мне кажется, не стоит. Кто не рискует, тот шаш алмайды. Фотоны көрсетсем алып бере алады ше? Камера түсірем. Мал тұтасам ренжимін. Қорқып жатырмын мен жиі. Басың кесі болмаса болды. Бензопила алып шығып па? Неге шашыма алатындай емес ше? Нормально болып тұр. No. Окей? Қалай түсіндірем басқа? Шетін ғана қал деп жатырмын. Бисмилля. Ойдағыдай алып берсе болды. Жақсы алады шығар бұлар? Мынау бастауы что-то не то болып тұр. Жоқ, четко алып жатыр. Красавчик.
Бердім ба ауырды деп айтпа. Бердім ба ауырды деп айтпа дейді. Жақындап түсірмеш, сырымды ешақ қылып ше. Анандай ше, телевидение шығарылма, мен күшті алайын деп алып жатқан шығар. Пранк жасайын ба? Қазір. Қалам жарайын ба? Ай. Деп қоясың ба? Қарайшы. Пранк. Сабырлы екен, е? Шосы клоуны деп тұрған шығар бізге. Жарайды, позорить етпей қойды. Құрметті Қазақстанның барбершоптары, қараңдар қалай алу керек екен. Обычный жер. 40 юань қанша теңге ол? 3000 теңгеге алып жатырмын шашымды. Жоқ, базар жоқ, маған алып жатырмын. Шеттерін четко алып жатыр. Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения. Что-то слишком қатты мақтап қойдым ойдым. Машинка ұстағаннан қорыққаным емес. Сосын екі жағы екі жол болып тұр ғой. Өкінемін ташымды алғаныма. Чолкамды алып тастап жүрме. Ғырқ етіп қиып жатыр ғой мынау. Болды. Артық кетем деп тыртық болсын десе. Вай, да. Капец, классно. Ай, арқасын көтеріп қой. Бір тісінен ұзын. Қай жылғысың бауырым? Қай жақтыкісің? Жин? Су ғой мынау бауырым. Ойбай, су ғой мынау. Шотке болып тұрған сияқты Мұрат. Жақсы алдың негізі шашымды, иә? Баға беріп кетіңдер. Ұнады ма? 3000 теңгеге стоит. Жаке, ай, тырнағыңды алсайшы бауырым. Сол тырнағы капец ұзын екен, прям сезіліп отыр. Осы мына тырнақтарын көп өсіреді ғой, білесің бе? Мұрындарын шығу үшін. Басым басып жатыр ғой, көтерейін десем. Чотка алды негізі, иә? Маған ұнады. Чүп. Сен қазір көрсетті. Чүп. Мені де. Жоқ, алмайм. Чүп, окей? Асай. Жүз көзін жұмтырайық та сен. Жоқ, ашамыз. Қызық болады. Жоқ, пожалуйста, көрейікші. Жоқ, приколист емесін. Болмайды, Да. Тарақпай істеп жатыр, қайшымен дұрыс істеп жатыр. Чүп, минимум. Қорқпа дейсен. Еба. Не істетіп жатсыңдар, аны совсем қысқарып тастап жоқ па? Өкінбесін. Әй, өзісінің маманысың ғой, шаппа өре. Тұтқа болды дейсен. Болды. Қар, жаман, Еба. Тұтам. Не қылып тастадың, Не қылды мынау? Нормально ғой? Жоқ, пошмай. Нормально деп құдай біледі. Кішкене ғана қалды еще. 2 юанға нормально. Өз нормально ғой, е? Қала десен? Оранып алып жүру керек қой, мына шаштан кейін. Дым өзгерген жоқ қой сені? Дым өзгермеді ма? Иә. Менің қарамда, мына жағы басқаша, мына жағы басқаша. Мен кепка киіп аламын. Кәсіптерін жүре берсін бауырам. Рисковать еттік те, міне барбершоп в аккурате дегенге келдік. Дискаде. Нормально? Нормально? Білмейсің, алынған алынбаған. Қытайдағы соңғы күніміз, Алла қаласа ертең Балиға кетеміз. Неужели? Магазинға закуптың бәрін жасап тастадық. Өзімізге киім кешек алып алдық. Бота көрсетші киіміңді. Коала болып жүр, коала. Әділжан аға. Короче, біз бәріміз довольнымыз. Мына ат қалай? Бірікке майыс отыр ғой. Екі ауыр Неме қоймай? Неге майыс отыр? Мотоциклдің аты ма? Рикша? Бірікке майыс отыр. Ол неме қоймай деген? Базар ғой? Короче, рикша Біреулер жақы майыс батыр дейді мотоцикл. Сезіп отқан жоқсыңдар ма? Мотоцикл былай келе жатыр. Екеуміз кетіп қалмайық былай қарата келді. Құдай сақтасын, құласыңдар ма? Құласа ештеңе өлмейді ғой. Құласыма мен аяғым ауыр ғой. Қалам. В общем, ақшаларым көп болса бізбен бірге Қытайға келіңдер. Ақша кетіретін жер табамыз. В общем, сол жанымыздағы Дүйсен деген ол ұйықтап. В общем, қазір көтін аштамыз оны. Қаншама заттар алып алдық. Не дейсіз аға? Балиға кетейікші? Кетейікші. Балиға кетейікші, айғай шу болып кетті что-то. Сұрайыз. Деген жоқ. Не деген миллиметровщиксің сен, братан? Біз үшін адам жүретін жолмен періп бара жатыр. Құтынан қара. Мазган қарасайды, пофиг, мына жақ машинан қара Риза. Шел отыр. Братан, шаш кимане. Базар жоқ. Аларна, алдымен бұл кесіп қой, Не болып кетті жиге? Біз несе кеттік? Біз ана бәрі назад кетіп отқан сияқты адамдардың бәрі. Машинан қарауынан қалай жүріп барады? Бір қалада 20 миллион адам тұрған страшно екен. Мұнан қараңдар қалай түсіріп жатыр, ё-майо, анан қараңдар. Бауырым, неде беріліп істейді жұмыстарын. Базар жоқ. Біз в общем центрда жүрміз, қыдырып, сәл фотоға түсіп, бота өйткені вообще келмеген. Өзі міне состав. Что там боти? Қалай екен Гуанчжоу? Что нового? Біз 70-ші этажға мініп жатырмыз, еба құлағымыз теп отыр. Қараңдар,
41. Негізі неше этаж мынау? 100. Вау. Вот ана жерге фото түсу керек қой саған. Ең астын қараса екен, үстін қара. Ё-моё. Капец әдемі мынаның іші. Ё-моё. Вот вам Китай. Бірақ бассейн бар екен, уже су. Дальше 99-шы этажда не бар екен? Бассейн алып кетті. Интересно. Еба мен басым айналып жатыр, Риза. Менің жаным биіктіктен қорқады екен. Жаң қалай екен тоқсан тоғыз. Резко түсіп кетсе мен жүрегім ауырады. Мен жылаймын. Бабочка көтерілмей ма? Бабочка қайда? Не? Жаным. Неме болды? Жан. Ішке іштеймін. Неме? Ішке іші. Сәл болды. Жаным менің. Шап тұрмын. Тақамаш, аузыма тықсай. Жаным менің. Күні бопашы. Балиға қашан кетеміз? Ертең ала жүрсі. Ана бетімнен шапалақпен бір періп балидан оят аласың ба? Дегенде ұрасың. Андай бар ғой, сразу бетіне шапалақпен ұрып балидан ойнасаң ба? Құрметті оқырмандар, біздің Балидағы алған вилламызға кішігірім рум-тур кеттік. Уақыт созбай қойып. Осылай кіргеннен кейін, мына жақта Әрімжан аға тұрсын мен періп жүрмін. Мына жерде бізде бассейн, мына жерден келеді примерно маған. 4 адамға жататын орын. Бұл негізі мына 5 комната бар. Мына жер сол күйі түсінбедім немене екенін. Походу бәрі әңгіме соғып отыруға кешке жақын. Мұнда Риза ұйықтап жатыр, Әрімжан ана ойыншы тұрды. Анау кухня біздің. Тамақ ішетін жер. Еще осындай кайф прям. Болады ғой Америкада. Сондай үй ғой, короче. Біз бұл вилланы 7 күнге 1.700.000 теңгеге алдық. Ішінде енді 1.700.000 теңгеге ішіне не кіреді? Үйғанақ кіреді, бассейн кіреді, бұл тамақ ештеңе кірмейді. Өкінішті. Маған үстінде Дюстің комнатасы бар, анау купальный кілініп тұрған біздің комната. В принципе, қатты көп нәрсе жоқ екен ішінде. В общем, кішігірім рум тур осымен. Бұл вилла күндіз осылай болып тұрса, түнде бұлай болады. Хоппа, міне, түнде осылай болады. Әдемі. Біздің алған вилла осы. Өп-үлкен үйде бесеуміз ғанақ. Алдағы уақытта Балида қандай қызықтар болады, көріңіздер. Бүгін біз күндікке не істейміз, қайда барамыз, барынша бөлісетін боламыз. Қайда барамыз? Секрет. Бірінші тамақ жолыге. Жүрейік, я шығайық вообще просто. Қалаға шықтық. Опта бәчкей тағып алып, мына біздің көршілердің үйі, и мына жерде біздің вилла. Мына қараңдар, көшелері. Біз местныймыз, жолды білеміз, жүріңдер. Болды. Жаңа біреу орысша сөйлеп тұр, мына сайрап. Пип-пип. Халау. Хамп ете қалса, маған қолым беріп анаған бар, жабыс қалса, тормыз ұстай алмай. Енді жетті ма? О, астағфиралла, қумашай. Түннен шығып кетшірме бауырым. Оса келе жат дүйстен түсірке жат. Он қатай қалды ойлаш. Байқандар түсіп кетшірмендер. Бота қаш! Ботаның стилін қарандар. На, лево. Родной, мы нашли магазин, спасибо. Давай. Как вас зовут? Олжас. Ужас? А ты откуда русский знаешь, брат? Ой, учился. Красавчик. Вы откуда? Казахстан? Да. Аламата? Астана. Астана. А национальность какой? Что? Я Индонезия. Индонезия. Сайрап тұр ғой, сайрап. Өзіміздің Қазақстанның қап-қара баласы ғой. Антану Аллахи фаджуран. Направо. Вот и суета в городе. Міне суета сігаға. Мұна жерде супермаркет. Да, супермаркет бар екен, жап-жақын екен бізге виллаға бәрі. Біз жаңа жүз екеуміз магазинға келдік, заттарды алдық. Бізде ақша аз болды да, доллармен төлей саламыз ба деп ойладық, оказывается доллармен төлей алмайды екен. Сол енді қайта очередьте тұрмыз өзіміздің заттарымызды алу үшін. Оларда ақша страшно екен, 700 мың, 800 мың, қаштан қарандар. Қанша болды? 737 мың. Жүз ақшан жете ма? Миллиондай бар ғой. Болды ғой. Бұл жақта солай, короче. 100 мың теңген, 3 миллион бірдене, короче. 1.700.000 теңге шықты. Ё-моё, не алып жатырмыз сонша? Теңге емес ол. Рупия. Йо,
тош. Мына жақтың атмосферасын айта алмадым мен. Короче, мына теңізде толқын барлық мусорды шығарып жатыр. Түсірші жер. Қара, бүкіл мусорды шығарып жатыр. Қара, мынаны бәрін қара. Қаншама адамдар теңізге лақтырады. Теңіз по-любому бет жағаға шығарып тастай береді адамдарға өздеріне. Көрдіңдер ме? Адамдар қалай мусор жасайды, теңіз дәл солай қайтарады. Өмірде де дәл солай. Кімге қандай жамандық істейсің, ол саған по-любому қайтады. Ассаламу алейкум. Жақсылық істеп жүрейік, табиғатты ластамайық. Бізге берген осындай керемет нәрсені. Алланың құдіреті шексіз ғой. Осылайша бүгінгі күніміз өтті. Теңіздің жағасында отырып ойланған кайф екен. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Балидағы екінші танымыз, екінші күніміз. Сәлем бердік жастарға. Не деген завтрак мұны. Біз завтрак ішіп алайық онда, от душинан. Бүгін не істейміз? Бүгін экскурсиялар аламыз. Біз бүгін қайда келдік? Тамақ ішіп алып, біз мынандай жерге келдік. Чо там? Чо как? Мощно. Біз мопедпен келгенбіз ғой, боталар таксимен жіберіп. Ботаны отырсын қараңдар. Паканка! Қалай жан? Күшті ма? Жылап атсың ба, татама? Әдемі, я? Капец. Сені артымды көрдіңдер ма менің? La ciudad en las luces plantada con mis amistades y toca brindar. Se dice fácil esto, pero ha costado esfuerzo para uno más. Biz Balidamız. Қараңғыда келіп қойдық та сәл. Кстати, татуировка емес, қына сешто. Жаңбыр жауып кетті аяқ астында. Бәріміз үстіне мініп кеттік. Мына жер өте әдемі екен. Күндіз вообще әдемі таулармен ше. Қараңғыда осындай атмосфера. Тамақ ішіп алайық деп сол. Составқа тағы екі қазақ қосылды. Тауып алдық. В общем, жүріп осылай. Мен, короче, өзіме осындай паста заказ бердім. Ал Бота өзіне креветки заказ берген. Аспасын Бота тоят шығарсын да дейші. Ертең кешкейін тамақ сұрамайсың ғой осылай. Осындай обстановкада, осындай байыпта тамақ ішіп отырмыз. Таксимен келе салу көреді, көтті қинамай ше. Мопедпен қиналып келгенсің ғой. Чо там? Ана жақта теңіз. Блин, сәл ертерек келу керек еді. Қалай сендерге күшті ма? Ана жерде Бота шомылып жүр бассейнде. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Біз кеше түнде ұйықтап қалдық. Неге ерте жаттық? Себебі бүгін бізде тур. Қайда барамыз біз? Водопадтарға вроде. Білмеймін, біз алған жоқпыз турды. Алып қойыпты уже дайындап. Барынша енді кереметтерді түсіруге тырысам. Бірақ камера не передает тұрған әдемілікті. Сағат таңғы 6:35. Ой. Сағат таңғы 6:53. Бота мына жерде киндер сюрприздің ішіндегі ойыншықты жинап жатыр. Мына не жан? Шрек не ма? Эй, мынаған кигізбеу вообще. Қайда мен саусағым? Мына саусақты қараңдаршы жаным. Сен тауып жүр жан. Чур. Вообще шешпе. Доча. Доча? Доча емес ол. Ол пищен. Шашақ. Сол сен маңдай не болып тұр? Айтпайсың ба? Біздің көршілер ұйықтап жатыр от души. Бассейнға түсем вроде. Ауылдағыдай болып тұр ғой. Әтештің дауысы. В общем, көрейік қазір қайда баратынымызды. Бұл андай барынша максимально живой влог болады. Бұл влогты түсіру мақсатым тек естелік үшін. Бұйыртса ертең балаларымыз көріп отырады. Алла қаласа. Болашақ балаларымызға сәлем. Лезада ертең өскеннен кейін көреді, естеліктер. Әйтпесе телефонда көп нәрсе сақтала бермейді. Демалысқа келгелі Бота уақыт бөлмейді маған. Телефонда көп отырады жиі. Өтірікші. Бота екеуміз таңғы стористар түсіріп жатырмыз. Біз на самом деле видеоларды қалай түсіреміз? Мен мобилографым ол Бота. Сіздерге мына бассейннің ішін түсіргім келіп тұр, просто қорқып тұрмын, тағы GoPro'м істемей қалама деп. Алдында бір Таиландта түсірген кезде GoPro'м қуып істемей қалған, мынау екінші GoPro істейші. Осы балайында, осы Балиға барып влог түсірем деген ой болған жоқ, просто сіздерге бір жағынан қызық болады, екінші жағынан өзіме де бір естелік болады деген ниетпен түсіріп жатқан влог. Ту, денем қандай болып кеткен. Семіріппін ба, қараңдар. Бізде қазір тур. Сондықтан жанымызда жатқандарды ояту керек. Бірінші холостяктан бастайық. Ол дейсен. Hello. Hello. Cleaning. Good morning.
Клининг. Бро, ассаламу алейкум. Как дела, Дюсен? Холостяк. Ебать, сухой комнатан. Good morning. Жалғыз өзін ұйықтаған кайф па? Әлде ол айып па? Жүрсе кеттік. Біз ұйықтап қалғанбыз ғой, короче. Бүгін турға баруымыз керек. Дүйсеннің жатысы мынау. Неге оятпайсың адамды? Білмеймін, будильник қойған. Риза, жаман жындан отыр. Тупойлар ақшаларын күйді найып тупо кеш айттым ерте жаттыңдар деп. Почта кетіп қалды ма? Сағат 8:40 па, 8:50 ғой. Сағат 8-де келіпті ғолар. Мен только проснулся. Сразу бассейнға түсіп алдым. Думал, күтемін ме деп күткен жоқ қой. Саған айтады, бар дүйсенді оят дейді, тамақ ішеміз. Қыртпаш. Не қыртпаш? Бәсе. Сен қамда. Все, біз кеттік турға. Как вас зовут? Ваян. Ваян? Да. А вас? Дева. Дева. Nice to meet you. Nice to meet you. Біз кеттік. По пути я постараюсь предоставить вам основную информацию, которая поможет вам лучше ориентироваться во время своего путешествия. То есть у нас эта экскурсия к Сибиру Бали, это самый лучший водопад. Если вы уже увидели этот водопад, остальные уже второй водопад. Еще раз повторите, что это? Это рис здесь. Много риса. У нас коричневый рис, у нас черный рис или белый рис. Из черного риса делают вино, из белого риса самогон. У нас самогон здесь. В общем, біз водопадтарға барады екенбіз. Ең үлкен әдемі Балидің. Питаются кофейными бобами. Это лювак называется. Они едят самые зрелые кофейные бобы. Если не спели, они едят. Дело в том, что кофейные бобы, когда зрели, когда спели, сладкие, они едят, потом глотуют, внутри желудка проходят свой процесс очищения и ферментации. Кофейные бобы остаются неперевариваемыми. В общем, кофе ішуге келдік. Жақсы кофе дейді. Вон там... Это что, Будда, да? Это не Будда, это для красоты. А, для красоты? Вот у нас это есть тоже такой фрукт, это джекфрут называется. У нас продают в очищенном виде. А если не спели, очень сладкий, как манго, сосны, как ананас, очень сладкий. Как называется? Это джекфрут. Джекфрут? Да, на самом деле, если молодые фрукты, не был шуб делают. Кофе растет, да, кофе растет на ветках, а у нас арабика, робуста тоже. Это кофе. Когда они спели, как уже рассказал, вот это потом красный, как ягода. И вот это здесь растет, это ванилия. Ванилия похож на орхидеи. Ваниль? Да. Сладкий, да? Нет, не очень сладкий. Ага. У нас мороженое делают. У нас тоже есть ваниль, мороженое. Вот это листья, это пандан называется, из него чай получается, можно понюхать. Потом панданус чай. В общем, осындай жер, қараңыздар. Бірінші кофе ішіп алыңдар дейді. Покажу вам, у нас тоже есть змеиный фрукт называется, вот, похож на кожу змей. Кожу змей? Да, кожу змей похож. Вот. Да, вот, да. Потом побольше. Мынаны айтып отыр. Это кактус, да? Да, как кактус, они колючие. Вот это тоже кофе, кофейный платан. Ну, короче, кофе екен. Но қызарған кезде вот түсіндім примерно солай. А это что, красный? А это имбирь, имбирный цветок. А, вот этот фрукт вкусный. Это дерево, борта, это фрукты. Это спелый? Посмотрите, откройте. Боял. Окей, давайте попробуйте, пожалуйста, да. Ну, это только что упало. Это фрукт честности называется. Рассчитайте, сколько дулек. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7. Угостите, пожалуйста. Бисмилля. Это как чеснок. Это не чеснок. Вон то, сколько что упало. Если давай попробуй. Джуз дай көрсе? О, thank you. Мынау не? Вот это большой откройте сразу. Давай. Сейчас покажи. Күшті фрукты. Вот так. Это фрукт честности. Раз, два, три. Ну нет, это переспели. Не очень. Эй. Ну, короче, лемурлар. Түрлері осындай болады. Кофені көрейік қалайсыз. О, әкем, атамыз жіберіп отыр. Давайте я попробую. Курица, да? В общем, қымыз пісіп жатырмыз кешке. Қымыз жейсіңдер ма? Попробуйте, очень вкусно у нас. Это самый лучший кофе был здесь. Да. Starbucks отдыхает. Көбейіп жатыр ма? Кеше бір бәле ғой. В общем, кофенің түрлерін қараңдар. Вот, да, и какашки, смотрите. Кофені какашкадан істей ма не? Да, как уже. Осы именно. Короче, вот эти животные какают вот это, потом их вот так промывают, это стадии, и вот это уже готовый. Бұл жақтан басталады екен барлығы. Поколение. Базар жоқ. Осылай екен. Табиғи өнім екен кофе. Вкусно.
Нені? Үлкен Ёп, түгідік. Вот ана пауқты қараш. Ядовитый паук? Нет, съедобный. Съедобный, да? Мынаны былай қарап тұрсаң, сиіп тұрған сияқты, да, как будто пизит. Капец красиво тут. Осы отыратын жер, кофе ішіп. Здесь по имени тоже, да? Қазір дегустация жасаймыз. Это имбирный чай, это лемонграсс, да? Қазір балиға келгенде осының дәмін көріңдер. Это каркады. Это сафран, да? Қане көрейікші. Мама авокадо. Авокадоның дәмін көрейік. Окей, будьте как дома. Вам принесут разные кофе, чай. Сразу пусть принесут. Да, считается. Окей? Кофе, чай, без вам. Мынау кофенің дәмі ғой. Самый прелестный подарок. Мен бұны таптым. Бисмилля. Да. Еще лювак принесу потом. Еще... Жаны күшті. Что такое лювак? Көрсетеді. Мынау авокадо мен мына кокос жақсы екен. Қалған қырмайды. Қалған обычный кофе сияқты. Мынау жұмсақ екен. Кайф. А можно сахар добавить? Да, можно. Мынау лювак кофе дейді. 50 000 рупия тұрады бір стаканы. О қанша теңге? Капец дорогой екен. Я не буду. О, офигеть, а что ну. Короче, кофенің көтін айырып отыр. Мынау, короче, вообще отказно. В общем, мынаны ішпей қойыңдар. Я вот в офисах, кто работает, они же как... Қорқпаңыз аға, қолын жеңші. Қорқпаңыз деймін. А вдруг укусит ма? Нет, не давите деді ғой. Бэтмен сияқты. Ой, давай сенькін көрік берген. Я боюсь. Өте тар жолдары, қысқа осындай. Повороттарға барғанда сигнал басады. Ана жақтағы встречкадағы адамға ескерту ретінде. Вы сейчас на какой высоте? Здесь как 800 метров. 800 метров. Тут же тигр есть. Нет, нет. Рядом же сидит. Нет. Я же тигр. Тегізесің ғой, В общем, бірінші водопадқа келдік, әне міне деп жол деген ойбай айта алмадым мен. Мынандай жолда қалай жүретін олар? В общем, бір көрші үйдің туалетіне келдік. Мына жақта өмір сүретін адамдар таңғаламын мен. Мынау джунгли, короче, полностью. Короче, біз шлепка алмағанбыз ғой, кроссовкамен періп жүріп. Ойбай! Капец, тут в натуре красиво. Капец әдемі. Боди? Yes, booty. Аты боди екен. Біртүрлі екен, бірақ нормально. Куда идем? Now we're going to the waterfall. Водопад, все. Жасы нешеде деп сұраңдаршы? 31. А? Ёп, түгідіктің жас бала ғой. Сен менен жас көрінесің ғой. Бұта 31-де деп айтасың мынаны. Осындай көрінбе, табиғатта өмір сүреді ғой. Тез картайы қоймайды. Азап жоқ. Өмір жасың ұзақ болсын, бауырым. Қазақстанға сәлем. Сәлем. Ей, красавчик. Өзіңді көресің, иншалла. Ертең балаларына көрсетесің. Қараңдар жан, джунглидің ішімен кетіп баратырмыз. Вообще потолок. Кайф, да? Бота жүр. О, шөптің сезоны басталды ғой мыналарда. Кунг-фу панда. Это дуриан, смотрите, это вонючий, сумрачный фрукт. Вонючий? Вкусный, да? Да. Мына жақты қараңдарса қалай әдемі болып тұр. Это рисовое что? Поле? Рисовые поля. Тут обезьяны есть? Нет. Нету. Қарандар. Қандай әдемі. Камера бәлкім жеткізбейді бұл сұлулықты. Красивый вид здесь, да? Короче, дождевик киіп алдық. Вообще, қайтуды айтсайшы мына жақтан. Уже біраз жүріп тастадық жаяу. Жалаң аяқ періп барады. Бота өкініп жатыр келгеніне. Капец, әлі водопадқа жеткен жоқпыз. Мынандай жолдармен жүреміз, кім ойлаған? 350 лестница түсу керек әлі бізге. Капец, әдемі болып тұр еді. Бота шаршады. Желание жоқ, бекер келдім деп жатыр ішінен. Мына сұлулықты қараңдар. Біз жеттік қой деймін вроде. Қараңдар. Қандай әдемілік. Мынаны қараңдар сесендер, ема. Боди әлі көп бар ма? Жүр кет. Ананы қараңдар. Өзім шлепка киіп алдым. Кіп-кішкентай размер. Ботаға кроссовкимді бердім. Опа. Мына сұлулықты қараңдаршы. Жеттік әйтеуір. GoPro'да 30% қалды. Бүгінге жете ме жетпей ме білмеймін да. Аллаға шүкір. Өкініп атқан жоқпын келгеніме. Е-майы, жеттік ау әйтеуір.
Жыржан. Мына сұлулықты қараңдар. Қазір. Қалай сендерге? Это того стоило. Бірінші водопадтан шықтық. Міне артымызда тұрған. Қазір екінші локацияға баратырмыз. Қазір GoPro мен барам ол жерге. Су болса болсын әкес. Контент үшін. GoPro кетсе кетсін. Абырой кетпесін деп. Жарай, кешіңдір. Екінші локацияға да келдік. Мобилографты қарандар сай. Мынау мобилограф. Жерден әкеп түсіреді қазір қарандар. Кетті әне. Яп твою мать. Good, bro. Мына жақтың суы уже салқындау. Вот этот водопад. Нормально түсіріп жатырмыз. Су болып қалды камерам бәрі. Қазір зарядкасы бітеді уже. Бір влогым, в общем, осы джунглидің ішімен өткен шығар. Мына канаттан ұстап өтеміз. Ойбай. Болды, сен маған керексің. Мені видеоға кім түсіреді? Осы жігіт қой мен видеоға түсіріп жүрген. Фото қалып қойды вообще ана жақта. Вообще жүре алмай қалды. Как называется? Это секретный водопад. Секретный? Это не секрет, это спрятанный водопад. О, мына жақ фотоға түсуге четко екен. Мына көкемнің арқасы мықты екен. Мынаны қараңдаршы қандай әдемілік. Қыз болып жатса ренжімеңдер, ема. Сүртетін ештеңе жоқ. Мынаны қараңдар, ема. Қандай әдемілік. Біз, в общем, виллаға келдік. Бағана GoPro өшіп қалды, батарейкасы отырып, в общем. Соңғы видео сол болды. Ертең тағы да бізде тур. Ең әдемі островтарға барамыз Балидің. Таңғы сағат 6-да тұру керек. Сағат болса 12-ден кетті. Қайырлы таң, ертең кездескенше. Капец ұйқы келіп тұр. Барлықтарыңызға қайырлы таң, қалайсыздар? В общем, қазір островтарға кетіп баратырмыз. Мынандай су алғанбыз ғой жаңа по пути. Мына су, в общем, теңіздің суы ма, бірдеңе екен. Іше алмадық мұнан. Тұз қосылған су болады оны. Ауырған кезде тамағын шаясың ғой. Вот косячник. Дүйсен косячник деген жігіт алды. Неге сондай ватер алдыңыз? Көрік деген ғой қызықтарды. Өзіміздің сарағашты іше береміз ба? Көрікті басқа. Өмірде ішеді ватер. Біздің дүйсен батыр деп қояды. В общем, кеттік біз островқа 1 сағат 20 минут жүреміз. Стройка жүріп отыр. BI групп үй салып отыр. Бұдан барлығы настоящие пальма дегендер. Бірақ бұл жақ ластау екен, е? Бро? No tsunami? No tsunami. Астағфирулла. Alhamdulillah. Шторм болады шығар енді. Шторм это норм деп қоясың. Любой сөзден әңгіме өлең құрайын ғой дейсің. Любой сөзден. Маған 4 сөз, 2 сөз ба, 3 сөз айтсайшы өлең айтып беремін. Give me my money. Give me my money. Братан кетіп барады, әне. Ани ма? Ани. Ауылда братан аты Сани. Қалтада болу керек. Money деп қоясың. 2005-тер қайдасыңдар. Мұндай кездері. Окей, good. Иісі деген ұрып тұр ғой. Бауырлары. Ботаның туған туыс достарымдары бәрі осындай екен. Класстастар қайда деп қойсаң. Бұларға біздің өмір арман ғой. Жоқ, бұлар андай ғой, кедей халық қой. Просто табиғаты ғана әдемі ғой болды. Біз қандай сұлулыққа келдік деп ойлайсыздар? Біз мынандай сұлулыққа келдік. Тағы да бір керемет көріністер, тағы да өте әдемі екен мына жақ. Короче, мында качеля бар екен мынандай. Мен өлсем де отырмаспын мындайға. Прям опасно мынау. Опасно. Куда мінесің мынаған? Қорқпайсың ба? Мен сен үшін қорқам просто. Мен өзім үшін қорқып тұр дейсің ба? Мен сен үшін қорқып тұрмын просто, мінбеш деп. Короче, бота мына канаткаға мінем дейді. Осылай ана жаққа дейін түсем дейді. GoPro мен мінейін дегем, что-то сәл құсқым келіп тұрды. Не? Сол басым айналып ана жерде. Біз биіктікті ұната қоймаймын негізі жалпы. Ойбай. Тек көш болса за чорт уже. Тілеужан міне береді, мен вообще биіктіктен қатты қорқам. Оказывается, бұл менікі емес екен. Кеше астында теңіз болғанда вообще страшно екен. Ona биіктеген сайын жүрегім ауырып жатыр. Бота, может, не стоит? Блин, мен қатты қорқып тұрмын ше. Мінудің шаршатып жүрді ғой. Бота! Құдай сақтасын, мен анан. Жүр кет. 60-қа келген мені шаршатып әкелді мына жерге. Ойбай, жан. Ойбай. Тырнағың қар. Ойбай. Не деген тырнақ, бауырым? Біздің маникюр жасайтын қыздар атсен етсен тырнағынды. Мынаған қарандар, сен ана жаққа дейін кетеді ғой. Дұрыстап киіп өз. Хауля қуатты илля билля. Ой, қатты қорқып тұрмын ше. Жоқ, қалай, ощущение? Қорқып тұрған жоқсың ба? Волнение бар. Қумаш?
Давай тұр. Жан, волнение деген сөзді айтпашы маған. Өзім волнение болып отырмын. Дұрыстап тақшы бауырым. Бағана сырға тағып алыпсың ғой еще. Да, точно, бауырым ба. Білмеймін. Еркек қойдым. Қыздардың да мұрты бар. Сенде де бар екен ба? Дұрыстап тақ бауырым, дұрыстап тақ. Асықпа. Жан. Мен ұста. Таптырмын мен сені, таптырмын. Жан, мұна канатқан ақстайды сені, прикинь. Дайынсың ба? Бисмиллахиррахманиррахим. 3, 2, 1, go! Кетті. Жүрегім ұшып барадыр, жүрегім. Өткен жігіттер. Мен қорқам, ренжімендер. Ой, Алла. Жеттім өзі. Ой, Алла, мына жақтың видін қараңдаршы. Алла тағаланың жаратылысы шексіз ғой қараңдаршы. Не деген шеберлік бұл. Ой. I'm waiting the car, yeah? Бота келе жатырмын жақтан. Капец қорқынышты. Қатты ойымды дегенсің өзі. Өзім бір мінгендей болдым ғой бір. Мен астына түсіп бара жатырмын видео түсіруге. Ботам барғысы келмей тұр. Кешегіден кейін вообще желание жоқ дейді. Да, жаным осында күт онда мен кеттім. Күшті контент түсіріп қайтайын. Мына көріністі қараңдарсай. Лесенцалар сәл опасный лау екен да. Мынаны қараңдарсай. Мына өз көздерімен көрмесеңдер айта алмаймын сендер енді. Мына жақта да бір сұлулық бар сияқты ғой. Вроде күшті жерге баратырмын. Вообще ешқандай адам бармайды мына жерге. Мен ғана есі бас. Толқын шайып кетсе қайтасың, олжас Құдай сақтасын. Қорқынышты екен бірақ ше. Бисмилля деп көрейік енді келгеннен кейін. Мусорды қараңдаршы. Ай, адамзат. Қара терге түстім. Не деген сұлулық, не деген әдемілік. Ана жақта адамдар фотоға түсіп жатыр. Мен отырған жерде ешкім жоқ. Мына тірі ма, өлі ма? Тірі сияқты ғой я. Қайтайын мен артқа. Бисмилля деп. Аккуратно қайтып кетейін, есім барды. Мына толқын келмей тұрып қашу керек қой, короче. Ол үшін бүйтеміз да. Ой, мына келатқан ол жаққа қамыз. Капец кайф. Вау. Ол жер бөлек екен. Мына кішкентайдың жаман итереді ғой. Артқа қалай тартады? Бәрі фотоға түсіп жатыр. Өте әдемі. Қараңдар. Мальдив аралдарындамын. Короче, бір сальто-мальто жасайын деген ғой мына өзіме. Мыналар кетпей тұр ғой. Теңіз көрмегенде. Қалай шықты? Короче, шлепкамды қалдырып кеткен ғой бағана ана жерге. Басым істемейді ауру. Мына шайып алып кеткен ғой су. Адамдар көтеріп тастың үстіне қойып қойған ғой, прикиньте. Все, мен қайттым үстіне. Өзім жалғыз ауру адам ұқсап жүрмін. Мына толқындар страшный екен. Ой. Толқыннан түсіп жүрмейші. Қашамыз. Мініп кетесің осылай. Давай, пока, мен кеттім ал. Қашан келетін бір құдай біледі. Кстати, мына жерде качеля бар екен. Мынандай витқа качеля тебуге болады екен. Если что деп жатқан ғой. Ойбай. Келсеңдер на заметку. Түскенде кайф, міну вообще қиын сияқты ғой. В общем, тағы бір қызық болған. Қараңдар. Жана мен түскен жерге барып, бұлар да түскен. Сумкасын барлығын алып кеткен. Шайып, бүкіл ішіндегі ақша, документ бәрі су. В общем, ана жерге барғанда тастың үстіне вообще ештеңе қоймаңдар. Толқындар страшны. Шымсып жүрді. Что-то бізге бүгінгі тур не повезло. Сол аяғымызбен тұрдық па, жаңбыр болып отыр ғой. Жел. Кәнекей көрейік мына жақта қандай әдемілік бар екен. Не деген дух деймді. Мына самый хит жер ғой. Короче, біз қайтып барамыз. И толқындардан қатты секіріп жатырмыз ғой. Есік ашылып кетті әне. Ұйықтайын ба деп ойлағам. Құсқым келіп кетті ғой. Мынаған қараңдар. Әлі жете алмай жатырмыз. Походу жол таба алмай жатыр. Аман-есен вилламызға келдік. Бота шаршады ғой деймін, жаным, ұйықтап қалды. Жоқ қойғың өледі. Астындағылар не істеп жатыр екен? Дейсем бауырымыз не істеп жатыр екен? Адамдар осы жаққа келгенде ұйықтай ма айтыңдаршы маған? Той, біздің екі қоз ғашық не істеп жатыр екен? Опа, бисмилля. Бізде кешкі ас істеп жатыр. Түк білмегендей ше, картоп. Мұны сыртын ашу керек па не? Прикинь. Неге? Талафан ба? А че бұлай алынбай ма не? Алынбайды. А че оны сыртын обязательно ашу керек? Сендер бір нәрсе оқысам едім. Жеу керек сал. Осы ертең мен нет білмеймін. Балидан шықпай Той, балық ашығандай ашып отырсың ғой тура. Смотри, у меня не простые очки, у меня Луи Виттон. Луи Виттон. Вау, так элитно выходит, да. Не деген жүріс. Макдональдстың амбассадоры. Неге деп сұрайсыңдар ма? Себебі қараңдар. От души төлейді ғой. Қанша төлеп отырсың? Бесплатный тамақ па? Любой Макдональдс. Барлықтарыңызға қайырлы таң.
Hello. Hello. Атың қалай? What is your name? Putu. My name is Putu. Путу. Молодец. Hello. Сағат таңғы 7-тен бастап осылай ауланы сыпырады, кухняны жинайды, комнаталарды жинайды. Бүгін Алла қаласа кешке біз қайтамыз елге. Бірінші Қытайға барамыз. Қытайдан сосын бір күн қонамыз да Астанаға ұшамыз. Қазір біз сафариға баратырмыз. Честно, ол жақта бірақ не бар екен білмеймін ше. Сафари дегенге анау елестейді маған. Құм, квадроцикл, жаңағыдай арабтардың темасы ше. Ал біз кеттік. Орманның арасында біреу ойнап жүр. Аңның атын дейсем біліп жүр. Джунгли кітабы, джунгли. Білмеймін, вообще қызық ба, қызық емес па мына жаққа айтамын вообще. Келуге стоит или не стоит? Балидің зоопаркі ма бір нәрсесі ғой мынау жасанды. Хати. Біз ғана ақша сөйлеп отқан нәрсе маңырап. Той. Әділжан аға мен Ризаны қараңдар. Дейсің? О, точно. Біріншісіне келдік. Oh, orangutan. Орангутан. Yeah, orangutan people in the forest. Elephant. Hutan, forest. Elephant. Fish, акула. Hello. Осылай екен іші, в общем, қарап алыңдар. Ну, как-то что-то интересно, но не знаю. Ебать, леопард жатыр, Анан қараңдар. Ебать, нені қарай, крокодилді. Екеу жатыр қоя. Мұнда біреу жатыр. Үшеу жатыр. Көрсетсін ама крокодилді. Бітті қоя, құласан, жейді қоя. Міне мини крокодилдар. Бірден лақтырайықшы басына. Бірге тұрады екен. Леопард па, геопард па? Аты қалай? Гепард. Ну, леопард па. Гепард деген қатты жүгіретін емес па? Жаңа байқансың. Әрбір жерде мынандай мүсіндері болады. Мына киімді қойыпты. Ойбай, мына екеуін, мына үшеуін тұрғандырсыңдар. Hello, how are you? Thank you. Good. Осылай тұрама фото атыспын да. Мен аяқтарына су көткен екен. Қызық басталама деп қоямын өзім іштей бір. Мына балықтарды қараңдар. Қара. Қалай келеді адамға? Капец, Қараса қалай келеді адамға? Капец, ауыздарын ашып келеді ғой. Good. Ончық қоқуым ойны. Мынаны қараңдар. Ё-моё. На жерде что-то есть, да, по-любому. Здесь, походу, какой-то Кинг-Конг жил. Переехал, походу. No, жануар деген сөз. Вообще, ам бар ма? Папугай бар екен. Салам алейкум. Қызық бірден болайын деп отқан сияқты. Адамдар мына жаққа жиналып отырып алыпты. What? Animal presentation. What? Animal presentation. Presentation? Yes, animal presentation. Қара. Базар жоқ. Жаңа маймыл келді, айналдырып кетті ғой. Сендерге жақсы качество болу үшін осылай істеп қойдым. Өзгерді ма качество? Сарғайып кетті көзі. Маймылдарды күтеміз деп ойламаппын. My name is Safia. Жүргізушісі бар екен. Birds onto the stage, the beautiful white pigeon, burung merpati. First, Аналарды үйретіп қойған ғой. Yep, it's the cats. Ada kucing, musuhnya tikus. Please welcome Juna. Here we have Juna. Up and 1, 2, and 3. Good girl, Bingo. Let's big applause for Bingo and our partner. We have male heartbeat with yellow pouch and another source of foods, just like it. Кім шығайын деп жатыр білмей жатыр. Her name is Cherry. Cherry is only 5 years old and how about bagaimana dengan kakinya? And he came from they will trouble by breaking. Мынандай піл бар екен, үлкен. 4 қолы бар, 2 аяғы бар. Міне мынандай варандар бар екен. Өте мықты ящерицалар ғой. Динозаврға ұқсайды өзі. Соның бір поколениясынан келе жатқан бір нәрсе сияқты. Бұлар да үлкен болған ғой негізі, сақталып қалған бұлар. Бота, екеуміз қара. Соға білмейміз қайда баратынымызды. Муфаса, ана қасында жүрейін. Мына жақта оказывается осындай шоулар болады екен. Well, do you know that the tigers can... Базар жоқ, үлкен екен. Айелі шықты ғой деймін. Namun mampu beradaptasi dengan air, bahkan Келуге негізі стоит екен, қызықты өте. Ата басқа зоопарктарда барып жануарларды қарайсың ғой, а мына жақта шоу көрсетеді. Қараңдар, шоу басталып жатыр.
Анау типа охотниктар, садақшылар. Анау типа басқа тайпа, я? Мана неше қолы бар? 6 қолы бар екен. Оба, үлкен екен ғой мына. Мана уже старик екен көрініп тұр. Мынаны қараңдар, мына өмірде үлкен екен. Ты тигр или волк? Волк. Почему? Покажи. Покажи. Пойдем туда, я тебе покажу. Ой, вот. Почему ты выбрал волка? Да, тигр сильнее волка, но волк не выступает в цирке. Әдемі екен, е? Вот ана тасбақаны қарасай. Вот ана резкий байқа. Панцир, дансыр. Не алақанды қараңдар. Мыналарды қарасаң. Бір түрлі қаздар екен. Беттер бөртіп кеткен ба? Ана жирафтарды қараңдар. Десен твой братан. Бауырым ғой мен, бауырым. Бауызын екен, е, натуре. Еще кішкентай ғой, е? Молоденец. Морковтар бәрі бар екен. It's good. Мына морковтармен бірден істейміз ғой, явно, е? Индонезиядан алып келген аллигатор дейді. Балида жоқ аллигатор. Мынаны қараңдар, аллигатор. Балиға келсеңдер, Африкада жүргендей болады екенсіңдер. Мына бота қара сенің мүсінің. Мына пілдерді қараңдар. Неме деп жатыр? Елік бұғылар, сиырлар алдымызда. Ой, шашылайын деп тұр ғой. Нан қара. Кел жан, мына кеп тұрма, бер. Капец нам мүйіздері. Жан сразу бермесе олай? Пұртол-пұрына. Адамда басқа жануарлар бар ғой тағы. Мұрны ше тұқ жүрейін ба? Жан. Жандарым, қараңдаршы қандай әдем. Бақ, мына көрсетсей. Ұстап тұрайын ба? Тап. Жылып алды әкес. Мына жей береді екен, сосын үлкен бокет. Шөстіріп ол керек өмірде де осылай. Кетші бар анауын деп. Шығуға бола деп сұрашы дейіз, а? Ей, зәндерім. В общем, бегемоттарды қараңдар, өмірінде бір шет көптің бегемоттар. Сен байқа. Базар жоқ. Біреуін ар жағынан шақырыңызшы. Ода қарашы, ана ұқсайды ана түрі. Дилай? Ой, мамаша. Я боюсь тебя. Қолын сеу аждады. Алақандарына қойып тұрна жасылай? Мойнына тұрып қалды ғой. Блядь, шайнамай жатады екен натуры. Сипауға бола ма? Ебана, качок қой мыналар. Чумалақтар мойны өсе міне. Мана, качок екен қараңдар. Капец, она красивая. Вот мынау адам ұқсап жейді екен. Боится? Адамнан қорқады екен. Мана, жан. Гав-гав деген ғой. Қашып жатыр ғой адам. Что за животный деп атқанша бізге? Что за дикари деп? О, зебра. Сенің етің қалай екен? Ема, зебраны тамақтандырып жатырмыз. Капец бастар дәу ғой. Соға болмайды дейді. О, жындан қойыр. Тамырларым. Капец әдемі нансы. Күшті сипауға болады екен. Ерінің дерін кеседен. Насыбай ататын ерім ғой ма? Аны жақ бір ертекте минимум 2 әйел болады. Минимум. Базар жоқ. 2 әйел короче нанка. Көрдің бе, даже арыстан өзі 2 әйелі бар. Осы кезде менің GoPro'мның зарядкасы өліп, Қытайдан бір-ақ шықтық. Әне міне дегенше біз Қытайға кетіп бара жатырмыз. Демалысымыз өте жақсы өтті енді. Қатты қызық болмаса да ренжімеңіздер. Бұл мен үшін естелік. Мыналарды қараңдар, ей жандарым. Че, бота қалай, ұнады ма саған? Иә. Ұнаса болды. Қытайда ауа райы қалай екен? Ол жақта бір күн боламыз. Біз Гуанчжоуға келдік. Вот, мен жаным. Ё-моё. Багажды алайын деп отыр. Жаңағы настроение қалай? Сымыл Пашимкентский бер, Пашимкентский. Бүгін не істейміз Гуанчжоуда? Қаңғимыз, спальня, шманя, қыдыру, ары-бері, релакс болды. Біз, в общем, таңертең сағат 6-та түстік, сағат отельге 7-те келдік, ұйықтадық, сағат кешкі 6-та бірақ тұрдық. Енді отельдің ішін қараңдаршы қандай, светтер өзгереді. Орбит деген отель екен. Біз ертең бірақ кетеміз онда. Наш кайф болып тұр екен аға, иә? Чотки екен. Потолок. Мынандай американский киноларда болады ғой. В капсуле у нас мутанты. Мияқта біз ғана мутант шығармыз жүрген. Қараңдар. Кайф, на фиолетовый цвет вообще кайф екен. Сол в общем. Ертең елге қайтамыз. Шүкір Аллаға, жақсы демалыс болды. Енді барып пахать надо, да? Жестко надо пахать.
В общем, бүгін Қытайдағы соңғы ужиніміз. Алла қаласа ертең Қазақстанға кетеміз. Бүгін ат ішіп отырмыз. Вкусный. Мынандай балықтың субы бар. Мына өзі пісіріп отыр. Мына балық. В общем, осындай тамақ ішіп отырмыз. Бәрі халал, уайымдамаңдар. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін Алланың қалауымен елімізге қайтатын күн. Осылайша біздің демалыс бітті. Қытайларда қазір жаңа жыл болып жатыр. Жаңа жылға дайындық. Бізде жаңа жыл декабрьда болса, олардың өздерінің жаңа жылдары бар. Осылай барлығын іліп жатыр. Оларда жаңа жылда барлығы жұмысты тоқтатады, жаңағындай. Қазақстаннан келетіндердің барлығына жұмыс тоқталады ғой, короче. Базарлар жабылады. Сол, осымен влог бітсе бітті, бітпесе елді бітірем. Ё-моё, 3 мың 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 чемоданмен бесеуміз жүрміз. Әрқайсымыздың басымызда 2-3 чемоданнан. 5-ті 4 көбі өткенде 20 емес пе, бауырым? 5-ті 3-ке көбейтіп, 15 емес пе, бауыр? Кеттік, короче. Гуанчжоу, до встречи. Аман есен Астанаға жеттік. Біздің жанымызда Дүйсенбей деген жігіт тағы да пакетін ұмытып кетті. Қазір алып келді. Арман, орындаймыз ба қазір? Самолетті капец апасына ұштық енді. Дүйсен өзінің пакетін ұмытып кеткен бағана. Аналар кіргізбей қойған қайттан портқа. Қайттан шақырып жатырмын қазір. Қазір мен алдым міне. Дүйсенбей! Дүйсенбей! Дүйсенбей деймін. Дүйсенбей! Ай, красавчик! Ал Дүйсенді бауырымызды, ұмытшақ бауырымызды. Несіне әуре болыңдар бауырлар? Несіне әуре болыңдар бауырлар? Келесі ала шапан жауып жатыр міне. Қазақстандықтар, рахмет, Алла разы болсын. Қытайлықтарға шапан жауып жатыр міне. Қазақстанға қытайлықтар, өтіңіздер адамдары. Ночной базардың беткестер адамдары кіріңіздер. Мына бәрі сіздер үшін бауырсақтан ауыз тиіңіздер. Келе сала аяқ киім, куртка киіп жатыр. Опа, Риза, молодец. Ризаны полный киіндіріп тады. Вы как тут живете вообще, бля? Сендер домой? Все? Жоқ, Қытайға қайттан кетіп барамыз. Сендер әкеп тайын өткергенбіз.